Құрметті студенттер, бүгінгі біздің жоспар бойынша колледж заңгерінен көмек тақырыбында сіздерге қысқаша мәліметпен таныстырамын. Мен колледждің заңгері Кушанова Эльвира Жанболатқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз заңгерлік көмек. Бұл жерде жоспар бойынша 3 сұрақ қарастырылады. Яғни колледждің ішкі тәртібі, жасөспірімдер арасындағы кездесетін құқық бұзушылықтар, және 3-ші сұрағымыз қазіргі таңда кездесетін сыбайлас жемқорлық мәселесі бойынша заңгерлік көмек. Талғара агробизнес және менеджмент колледжінің ішкі тәртіп ережесі бұл колледждің ішкі еңбек тәртібін және оқу тәртібін белгілейді. Яғни бұл ішкі тәртіп қай заңдарға сүйенеді? Қазақстан Республикасының бірінші конституциясына, Қазақстан Республикасының білім туралы заңына, бала құқығы туралы заңына және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне сәйкес жасалған. Настоящее правило устанавливает внутренний распорядок трудовую и учебную дисциплину в Талгарском колледже агробизнеса и менеджмента. Бізде осы колледждің ішкі тәртібі жөніндегі кездесетін сұрақтар бойынша колледждің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Садвакасова Сәуле Ануарбековна және колледж заңгері Кушанова Эльвира Жанболатқызына сұрақтарыңыз болса, қазір конференциядан кейін қойсаңыздар болады. Бұл ішкі тәртіп жөнінде негізі әрбір топ жетекшісі, яғни кураторларыңыз оқу жылының басында негізі таныстырып кеткен деп ойлаймын, таныстырып кеткен шығар ішкі тәртіп ережесімен. Мен негізгі ішіндегі мәселелерді қысқаша түсіндіріп кетсем, қазіргі таңда бізде оқу бағдарламасы, яғни Платонус программасы бойынша жүргізіліп жатыр. Бұл Платонус программасында сіздер білесіздер, ең бірінші тіркеліп Платонусқа ары қарай сабақты күнделікті сабақ кестесі бойынша мұғалімдермен кері байланыс жасап отырасыздар. Егер де осы Платонус оқу программасында сабаққа себепсіз қатыспаған болсаңыздар, яғни программа бойынша тіркеліп, бірақ кері байланыс жасамаған білім алушы себепсіз 36 сағат көлемінде қатыспайтын болса, колледж директорының бұйрығымен оқудан шығарылады. Сонымен қатар, академиялық үлгермеушілігіне байланысты, оқу ақысын уақытында төлемегендігіне байланысты, колледж ішкі тәртібін өрескел бұзған жағдайда және құқық бұзушылық жасап, біздің аудандық ішкі істер басқармасына, болмаса басқа да ауданның ішкі істер басқармасында полицияға шақыртылып, сол жақтан хабар түскен жағдайда, төбелес жағдайлары бойынша орын алғанда, бізде осы мәселелер бойынша құқық бұзушылықтар кездессе, оқудан шығарылады. Отчисление учащегося из колледжа производится по следующим основаниям. Первое, за пропуск без уважительных причин учебных занятий в одном семестре более чем 36 часов. Следующее, за академическую неуспеваемость, за несвоевременную оплату за обучение, за грубое неоднократное нарушение правил внутренних распорядок. Следующее, за факты вымогательства, правонарушения, драки в учебном корпусе. Бізде осы колледждің ішкі тәртібінде студенттердің өзінің міндеттері қарастырылған. Яғни, колледждің ішкі тәртіп ережесіне сәйкес әрбір білім алушы сабақтан қалмауға, тапсырманы уақытында орындауға, оқу ақысын төлеуге, егерде қазір бізде дистанционы болып жатыр ғой, яғни қашықтықтан оқыту. Егерде колледжға келіп оқитын болсаңыздар, бізде талап етілген арнайы колледждің киімі болады. Яғни оқушы өзіне сәйкес ақ кофтамен, қара юбкамен, сыммен сабаққа келу керек. Яғни осындай талап етілген киімді киюге және ішкі тәртіпті сақтауға міндетті. Енді бізде берілген колледждің
Жоспарымызда берілген екінші сұрағымыз бойынша қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында кәмелетке толмаған балалардың арасында құқық бұзушылықтар көп кездеседі. Мысалы айтатын болсақ, бізде колледж айналасында, яғни оқу ғимараты жанында шылым шегу, қоғамдық орындарда немесе колледж ғимаратында ішімдік өнімдерін пайдалану, яғни алкоголь өнімін пайдаланып келу, дүкеннен сатып алу, немесе сату, ұсақ бұзақылықтар. Сонымен қатар бізде түнгі уақыт, түнгі сағат 10-нан таңғы 6-ға дейінгі уақыт бізде түнгі уақыт деп айтылады. Осы уақыт аралығында, яғни түнгі сағат 10-нан кейін өзінің заңды өкілінсіз, яғни ата-анасынсыз көшеде жүрсе, түнгі ойын-сауық клубтарында жүрсе, бопсалау әрекеттері болған жағдайда, осындай құқық бұзушылықтар үшін бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бар, сол бойынша жауапқа тартылады. Яғни сол құқық бұзушылықты учаскелік полиция инспекторы кездескен жағдайда хаттама толтырылу арқылы жасөспірімге де және сол жасөспірімнің кәмелетке толмаған баланың ата-анасына да хаттама толтырылып жауапқа тартылады. Ол ескерту болуы мүмкін, немесе айыппұл төлеуі мүмкін, болмаса жаңа ішкі істер басқармасына шақыртылып, сол жерде ісі қаралады. Негізі бұл мәселелер бойынша бізде колледжімізда, яғни колледжға бекітілген полиция инспекторы бар, учаскелік полиция инспекторы, және полиция капитаны Акижанов Қорған Қыдырбаевич бұл мәселелер бойынша бізде бақылау жасайды. Среди подростков и несовершеннолетних часто встречаются правонарушения. Например, мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах состояния опьянения, курение в здании колледжа и в общественных местах, вымогательство, после 10 ночи появление в развлекательных местах, ночных клубах без сопровождения законных представителей, то есть без родителей, на основании Адм-кодекса привлечет к административный штраф или предупреждение на законных представителей. Бізде жоспарымыздың келесі үшінші сұрағы бойынша, яғни үшінші сұрағымызға келетін болсақ, қазіргі кезде қоғамда сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша көп жағдайлар туындап жатыр. Егер де сіздер осы сыбайлас жемқорлық мәселесі бойынша сондай жағдайға ұшыраған болсаңыздар, или болмаса колледжде, или қоғамдық өмірде кездескен болсаңыздар, бізде колледжда сенім телефоны бар, 258-56-23, немесе республикалық сенім телефоны 150 номеріне хабарласып айтсаңыздар болады. Болмаса колледждің жаңағы қайталап айтып кетейін, директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Сәуле Ануарбековнаға, немесе колледж заңгері маған, яғни Эльвир Жанболатовнаға, болмаса топ жетекшілеріңізге хабарлассаңыздар болады. Бізде негізгі бүгінгі берілген тақырып бойынша қысқаша осы сіздермен таныстырған. Маған қояр сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Сұрақтар жоқ, бәрі түсінікті. Учаскелік полиция инспекторының номері бізде директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасар Сәуле Ануарбековнада бар. Егер өздеріңізде мысалы өз бастарыңызда кездесіп қалатын болса, вымогательство или басқа да құқық бұзушылықтарға ұшыраған болсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Мен өзім 109-шы кабинетте отырамын, келіп сұрақтарыңыз болса сөйлесем десеңіздер, жеке келсеңіздер болады. Құрметті білім алушылар, бүгінгі жиналыс сіздермен өткізген Қошанова Эльвира, колледж заңгері болып табылады. Сіздермен жалпы колледж құқық бұзушылықтың алдын алу
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша сіздерге кеңес беріп өтті. Сұрақтарыңыз болса қосымша қойсаңыздар болады. Бағанан бері мен жиналысты бастауға мүмкіндік болмады. Сол себептен Эльвира Жанболат болатын. Енді қосымша сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Жалпы біздің колледждің екінші этажында 213 кабинеттің жанында сенім жәшігі орналасқан. Енді жалпы қазіргі жағдайда карантин жағдайында сіздер ондай жаңа сенім жәшігіне тастай алмайсыздар, өйткені колледжден алыста оқығаннан қашықтықта. Жалпы егер де қандай да бір құқық бұзушылық или сыбайлас жемқорлық жағынан егер де бір жағдайлар, фактілер кездесетін болса, жаңағы Эльвира Жанболатовна ескертіп өткендей, маған, яғни тәрбиесі жөніндегі орынбасары адвокаты Сәуле Нұрбековна және колледж заңгері Қошанова Эльвира Жанболатовна хабарлассаңыздар болады. Сонымен қатар айтып өтейін дегенім, қазір бір сыбайлас жемқорлықтың бір түрі, сыбайлас жемқорлық деппін ғой, яғни колледж білім алушылардың ортасында не дейді, әлімжеттіктің бір түрі қалыптасып келе жатыр. Ол яғни білім алушылардан жаңағы Каспий Голд арқылы ақша жинап жатыр. Біз сондай фактілер былтыр жыл соңында анықтаған болатынбыз карантин жағдайда. Сол үшін мына жерде отырған білім алушылар, қатысып отырған кураторлар, егер де сондай бір жағдайлар болатын болса, сіздер маған немесе колледжіміздің учаскелік полиция инспекторы Акижанов Қорғанға хабарлассаңыздар болады. Телефон номері менде болады. Сіздердің чаттарыңызға жіберіп қоятын боламын. Құрметті білім алушылар, сіздер ешкімге, мысалға қарап отырса, ешкімге ақша беруге міндетті емес. Сіздер оны білесіздер. Сол себептен Каспий Голд номерларыңызға ақша жіберу, немесе екінші курс, үшінші курстың бір балалар сіздерге әлімжеттік көрсетіп жүрсе, сол туралы бізге айтып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма сіздердің? Рахмет сізге, Эльвира Жанболатовна, осымен жиналысымызды аяқтайық. Сау саламатта болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сіз хабарласып, бізге отыратын боласыздар. Телефон номерлары жаңағы слайдта аталып өткен болатын. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.